жылдамдықтан айтышай. Сабағыңды жақсы оқы. Ойын немесе киноның аты. Жауабы А болса, А-ны жоғары көтереміз. Б болса, Б-ны жоғары көтереміз. Мен сендерді QR кодтарың бойынша қазір есімдеріңізді сканерлеп өтемін. Арунас. Арунас. Қолымды алады. Қарақат. QR кодты басып тұрсын шектен. Шектен ставим. Раз. Келесі сұрақтан түсейік. Соңғы сұрақ. Үшті модельдердегі Р әрпі нені білдіреді? Ойланамыз. Ойланып жауап береміз. Дұрыс. Дұрыс. Айзере жартылай дұрыс. Жартылай дұрыс емес, иә? Жарайды. Жарайсыңдар балалар, бір-бірімізге қапаға тұрамыз. Топташы топлан және қырмызы. Үй жұмысын орындағандарға бір-бір балдан қойып шығамыз бәрі. Ағалап отырамыз, фамилияларын жазамызда бір-бір балдан қойып шығамыз, иә? Енді біз қазір жаңа сабаққа көшеміз. Топқа бөлінді. Топтағы оқушылардың атын жазып, жаңа сабаққа көшеміз. Міне скетчап кеңіс тілінде. Осындай шеңбер аламыз. Енді видеоларымыз арқылы оны соғамыз. Ішкі дөңгелек соғу деп бұл үшін offset деген қандаймыз. Содан кейін барып қарындашты жай сорған кезде біз екі жауабы бар, оны екі жаққа соза береміз. Ештеңе баспай, просто мышканы қозғап болады. Қазіргі заманда объектілерді үштік программаларда модельдеу үшін не үшін қажет? Сурет салу мен видеожазбалар жасауға арналған үш өлшемді кеңістікте көлемі үлкен объектілерді модельдеуге арналған компьютерлік графика бөлімі. Отырайық. Келесі. Бірінші топ, екінші топ жауап беріп отырасыңдар. Мақұлмас? Бірінші сұрақ. Оқи қой. Айзере оқи қой. Тұр оқи. Моделін жасау үшін қандай құралдар қолданылады? Ал қазір моделін жасау үшін қай құралдар? Оқып жауап береміз. Екіде графиканың жұмыс жасаған оңай ма, әлде үшті графиканың жұмыстар қызықты ма? Екеуі де қызықты, иә? Екіде графикаға не жатады? Қандай екіде графиканы жұмыс отырып беріп қой. Шыға қойған.
Al tez. Neni? Sıraqda. Программада комплекстар жасауға болады. Дұрыс. Тарелка, кесе, кез келген ыдыстарды жасауға болады, иә? Бірінші топтан екі балдан шығамыз. Енді балалар, бүгінгі сабақ қызықты болды. Болды ма? Сендерге барды ма жалпы? Енді түсіндіңдер ма, түсінбедіңдер ма, маған кері байланыс жасап жіберіңдер. Қазір шығамыз да, тақтаға шығамыз да. Мына жерде керемет бәрі түсінікті болса, керемет бәрі түсінікті дегенді басамыз. Аны басамыз. Егер жақсы түсіндім десеңдер, оны басамыз. Орташа болса сыны, түсінбеген болсаңдар, дыны басамыз. Кезек-кезекте шығып, басып-басып бәрін басасыңдар. Бәрін басыңдар. Тез-тез маған кері байланыс бере қойыңдар. Және балдарымды айтайын. Құрымызды астынан басамыз, астынан басамыз. Бәрін керемет, бәрі түсінікті ма? Жақсы түсіндім дейді. Басып қойсаңыз. Прямо шығасың. Екінші топ кері байланыс береміз. Жылдан, кері байланыс береміз. Бәрін шығып берейік. Қайтадан басылмады. Бәріміз бастық па? Бағалау парағын соқпашылар маған бере қойыңдар. Үйге 7-ші бет өз үйлерінің моделін дәптерге суретке салып бересіңдер.